қазіргі өзгеріп отырған негізгі бір өзгерістің бірі құрылтай құрылуы. Бұл біздің Қазақстан бір палаталы парламент құрылуы. Бұл Қазақстанымыздағы елдің дамуындағы жалпы заң шығару жүйесіндегі әртүрлі реформалардың кезіндегі артық кедергілердің жою, бұл еліміздің дамуындағы үлкен үлесінің бірі деп білемін. Және бұл құрылтайға сайланатын азаматтар бұл қоғамдық бірлестіктермен партия мүшелерінен болып тағайындалынады. Бұл да үлкен үлес деп есептеймін. Бұл халықтың жалпы партия мүшелерінің тағайындалуы, бұл халық пен үкіметтің арасындағы тіке байланысты күшейтеді деп есептеймін.